Ассалаумағалейкум қадірлі ағайын, армысыздар, амансыздар ма? Кеше жаңбыр болып еді, бүгін таңертеңнен күн ашылып, аспан бұлттан арылып, жақсы болып тұр. Біз жылқы басына келдік. Жылқыларымыз алыс емес, ауылдың іргесіне келіп, суға түскен екен, яғни су ішуге келген сияқты. Кеп осы жерде тұр екен, GPS-нен қарап отырып келдік. Бұл біздегі Баймұраның үйірі ғой. Баймұра айғырдың үйірі. Бізді көріп жүрген, бізді қарап жүрген көрермендердің барлығы біледі. Баймұра 2021-дің құлыны, биыл 2025, 4 жасар айғыр. Былтыр алдында 10 шақты ғана тай және байталдар болды. Биыл Баймұра айғырдың үйірінің санын көбейтеміз деп едік. Сол айтқанымызға сай Баймұраның үйірінің санын көбейттік, алдына үлкен биелер әкеп салдық. Барлығы осы енді, осы Баймұраның үйірі. Баймұра әне жүр. Баймұра таза мұғалжар айғыр. Атақты бәйтерек айғырдың бел баласы, әкесінен ауымайды өзі, әкесінен айнымай қалған. Сыртқы пошымы да, формасы да барлығы дәл әкесіне тартқан. Бұхар-жырау бабамыз айтады ғой, таудан аққан тас бұлақ, тасса құяр теңізге. Қанша малды болса да бай қуанар егізге. Жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай бір қоймас негізге деп. Сондықтан бұл Баймұра әкесіне, өзінің негізіне, тегіне тартқан деп арнайы алып келгенбіз. Мұғалжар айғырдың мықтылығы, ерекшелігі жылдың 4 мезгіліне төзімді, жылдың 4 мезгілінде де күйін бермейді. Құлындары әлді болып туады. Осындай дегеннен кейін алғанбыз. Аллаға шүкір, жап-жақсы өсіп келе жатыр. Сарыарқаның саршұнақ аязы, ақтүтек бораны, Сарыарқаның сармасасы менен ысыған күннің барлығына төтеп бере алатын мықты жылқы. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек дейме біздің қазақ. Қазақ ежелден жылқыны көре білген, тани білген халықпыз ғой. Әр заттың, әр дүниенің тегіне қараймыз, негізіне қараймыз, негізгі өзегіне қараймыз. Сол таңдап алып келген өзіміздің мұғалжар айғырымыз. Алдындағы биелерінің санын көбейтіп салып бердік. Жақсы қайырып жүр. Бұйырса енді келесі жылы Баймұрадан мықты, текті құлындар күтеміз. Құдай сол күнге жеткізсін. Ал бұл Баймұраның үйіріне биел әкеп қосқан биелердің негізгісі өздеріңіз көріп жүрген торайғыр бар ғой, сіздер білетін торайғыр. Сол торайғырдың үйіріндегі биелерден әкеп қостық. Торайғырдың енді үйірінің саны көп болды ғой. Бауырсақтың үйірінің саны көп болды. Оларды әдейі осы айғырлар жетілгенше соларда жүре тұрсын деп басқа айғыр алмай ұстап отырдық та, сонымен биыл сол айғырлардың алдындағы биелерден бөліп алып салып бердік. Баймұраның үйіріне торайғырда жүрген, торайғырдың үйірінде жүрген үлкен биелерді әкеп қостық та, ал бураның үйіріне, бауырсақтың үйірінде жүрген біраз бие байталдардан әкеп қостық. Анау жүрген құла байтал, ол бауырсақтың қызы. Ол да былтырдан бері осы жерде жүр. Осы біздегі жаңалық ағайын.